Бүгін ерекше күн, Шағбан айының алғашқы күні, яғни қасиетті Рамазан айына дәлме-дәл бір ай қалды. Рамазан әр мұсылманның өмірінде ерекше мезгіл. Рамазан ол өсудің, көркеюдің, бұған дейін қол жеткізе алмай жүрген нәрселерді оп-оңай алуға болатын мүмкіндіктер айы. Рамазан ең әуелі Құранның айы. Өйткені осы айда 7 қат аспаннан Құран жерге түскен. Яғни бұл Құранды көп оқып, оның мағынасына терең үңілетін ай. Ендеше лайықты деңгейде рухани кемелдену үшін бұл айға жақсылап дайындалу керек. Осыған орай алдағы уақытта мұсылмандардың науқаны болған қасиетті Рамазан айына қатысты пайдалы да маңызды ақпараттармен Алланың разылығы үшін сіздермен бөліспекпіз. Рамазанның алдында Ережеп және Шағбан атты екі қасиетті айлар бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл айлардың ерекшеліктерін мына хадистермен ашықтайды. Ережеп егін салу, Шағбан суғару, Рамазан ору. Сонымен қатар, Ережеп Алла тағаланың айы, Шағбан менің айым, Рамазан үмметімнің айы. Яғни біз пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам айындамыз қазір. Ендеше ардақты пайғамбарымыз бұл айға қандай дайындық жасаған екен? Әлбетте, ең әуелі ол кісі бұл айда өте көп ораза ұстаған. Рамазаннан кейінгі ең қадірлі, ең құнды ораза Шағбан айындағы ұсталатын ораза деген хадис осыған дәлел болмақ. Оған қоса пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл айда барлық амалдар әлемдердің Раббысына көтеріледі. Менің де амалдарым Алланың құзырына аузым берік болған күйде көтерілген қалаймын деген. Түйіндей келе, Рамазанға тиімді дайындалудың бірден бір жолы көп ауыз бекіту. Сүннетке сай дүйсенбі және бейсенбі күндері ораза ұстайтын болсақ, біріншіден біз сүннетті орындағанымыз үшін сауапқа кенелеміз. Екіншіден, Рамазанның 30 күндік оразасын иншалла оп-оңай бастап кетеміз. Яғни рухани кемелденуіміздің негізі тәніміздің әзір болуы. Жаратушымыз Ережеп пен Шағбан айларын біз үшін берекелетіп, қасиетті Рамазанға аман есен жетуімізді нәсіп етсін. Бар болыңыздар, бай болыңыздар.